Иба Ұлтуар Ақылбай қызы, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізден әділдік сұраймыз. Мен Түркістан облысы Жетісай қаласының Алғабас ауылының тұрғынымын. Бауырым Әжкейба Айгерімнен айырылып отырмын. Бауырымды осы Алғабас ауылының тұрғыны Төреханов Ералхан аса қатыгездік жауыздықпен бауырымды үйінде өлтіріп, жерге көміп, 12 күн бойы іздедік бауырымды, жер көктен іздедік, еріктілер де іздеді, басқаларымызды іздеді, даланы да қойған жоқпыз, барлық жерді іздедік. 12 күн дегенде осы және қылмыскердің Төреханов Ералханның үйінен таптық бауырымды. Үйінің жанына көміп қойған, үстінен атын байлап қойған, шөп жауып, және де бұл қылмыскердің өлтіріп отқаны менің бауырыммен осымен 3-ші өлімі. Және де бұның туған ағасы Әзімқан бір үйдің асыраушысын көзін ойып алды. Және де бұның тағы аталас ағайындары 2 адамды да өлтірді. Сонда бұл Төрехановтарға сонда ешқандай жаза жоқ ба? Бұлар 1-2 жылға баратта қайтып келе береді. Сонда әділдік, және біздің Қазақстанда әділдік қайда? Сонда біз бәріміз өстіп қырылып өле беруіміз керек па? Тоқаев мырза, біз сізден соны талап етеміз. Ішкі істер органы Сәденовке және прокуратураға және де осы тергеуді біз Жетісай қаласы емес, және аудандан емес, облыста тергеуді талап етеміз. Және де менің бауырымды, Айгерімді, әке-шешем әкем 2-ші топтағы мүгедек, 25 жылдан бері инсультаған, істен қойдырған. Мен әкем қазір сөйлей алмайды, шешем 3-ші топтағы мүгедек, зоппен. Әкеме шешемнің неше жылдан бері, 2011 жылдан бері бұл қылмыскер менің бауырымды қорқытып, осы күнге дейін пенсиясын да алып отырды. Мынау 4-5 жылдан бері көкпарға шығамыз, көкпарда жақсы сауда істейтін едік, біз бәріміз барамыз, сауданың ақшасы қайда кете береді десек, осы оңбаған күнделікті сен қай жерге барасың көкпарға, бүгін маған пәлен теңге сен саласың деп ставка қойып қойған бұл бауырыма. Және де бұл атынан зайым алдырған бауырымның, жаңағы кредитте алдырған, әке-шешемнің таққан алтындары да жоқ, барлығын осы Төреханов Ералхан қорқытып, үйіне малдарында, басқаларында бүкіл жағдай осы мені әке-шешемнің пенсиясының, біздің үйдің ақшасымен осы күнгір осы уақытқа дейін өстіп келді. Біз сол үшін әділдік талап етеміз. Менің бауырымды бұл қылқындырып өлтірдім деп отыр. Ешқандай да бұл қылқындырмаған. Біз экспертиза бізде жалған шығарып отыр осының жаңағы несімен. Біз оған келіспейміз. Бұл мен бауырымды жуындырғанда өз көзімен көрдім. Осындай оң қолының 2 аймағында 3 және пышақтың белгісі бар, терең сызылған. Және сол жағында полный осы жақ беті көгеріп кеткен, мына бүйір түсі, жауырының арқасын түсін полный көгеріп кеткен Айгерімнің. Және бүйірде бауырымды зорлық-зомбылықта істеген. Зорлаған да даже десең. Осындай аса қатыгездік жауыздықпен өлтіріп отқанды біз талап етеміз. Облысқа, тергеуді біз облысқа алып, сол жақтан талап етеміз. Өмір бойына кетуін талап етеміз.